Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 29-шы сабақ Ц дыбысы. Ц дыбысы жайлы өтіп, жаттығуларды орындаймыз. 39-шы жаттығу мәтінді оқы. Цирк өнердің өте ертеден келе жатқан түрі. Цирктің көшпелі және тұрақты түрлері болады. Үнемі көшіп жүретін цирк көшпелі цирк деп аталады. Алматыда бір тұрақты цирк бар. Онда акробаттар мен шабандоздар, күлкілі клоундар өнер көрсетеді. Енді тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін цирк өнері туралы, иә? Мәтін неше бөліктен тұрады? Әр бөлікте не туралы айтылған? Мәтін 3 бөліктен тұрады екен. Бірінші бөлігінде цирк өнері жайлы, иә? Екінші бөлігінде цирк түрлері, үшінші бөлігіндегі Алматыдағы тұрақты цирк жайында айтылған екен. Клоундар неге күлкілі болады деп ойлайсың дейді. Клоундар күлкілі, себебі олар боянып алады, мұрындарында шарик доп болады және олар түрлі күлкілі нәрселер жасайды, иә? Циркке барғанды ұнатасың ба, неліктен дейді. Циркке барған ұнайды, ол жерде түрлі жануарлар өз өнерін көрсетеді, клоундар күлдіреді және қиын қимыл жаттығулар жасайтын акробаттарды көресің деп өз ойларыңды айтсаңдар болады. Келесі тапсырма: акробаттар, шабандоздар, клоундар тақырыбы бойынша олардың циркте атқаратын қызметтерін топта талқылаңдар дейді. Акробаттар түрлі жаттығулар, спорттық қимылдар мен трюктер жасайтын адамдар, иә? Ал шабандоз дегеніміз олар ат үстінде өнер көрсететін адамды шабандоз деп атаймыз. Клоундар ебедейсіз күлдіргі әрекеттер жасайтын цирк артисі, иә? Енді осы Ц дыбысы бар сөзді тап, оның айтылуына назар аудар дейді. Ц дыбысы бар сөздер бізде цирк және цирктің деген екі сөз екен, иә? Бұл жерде Ц дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс, айтылғанда тілдің ұшы тіске тиіп, ауа қысылып шығады екен. Келесі тапсырма: Ц және С дыбыстарын өзара салыстыр дейді. Ц дыбыстары басқа тілден енген сөздерде ғана кездеседі, иә, біздің қазақ тілімізде. Ал С дыбысы болса өз қазақ тіліміздегі сөздерде кеңінен қолданылады. Екеуі де дауыссыз қатаң дыбыс екен. Ц да, С да, иә? Мінекей осылай өзара салыстырып айтып шықтық. Келесі 40-шы жаттығу: цирк қызықтары тақырыбында өзің көрген оқиға туралы жаз. Осылай жазсақ болады мысалға: жазғы демалыста циркке бардым. Циркте маймыл өнер көрсетті. Ол құрсаудан ары-бері секірді, ұсақ доптарды жоғары лақтырып, барлығын ұстап жинап алды. Түрлі жаттығулар көрсетіп және билеп берді. Ал акробат аузынан от шығарды, шекелердің үстінде жалаң аяқ тұрды. Оған ештеңе болмады. Ол шеберлік көрсетті, бірақ бізге олай қайталамауды ескертіп, ол адам өміріне қауіпті екенін айтты. Өте қызық болды. Мінекей циркке барғанда нені көреміз, қандай қызықтарды көрдік. Солар жайында осындай шағын мәтін құрып айтып берсек болады, иә, әңгімелеп. Өз ойларымен, өз сөздерімен осылай жазып көріңдер. Келесі 41-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Анасы балаларын циркке апарды. Үй салуға цемент өте қажет. Биыл әр гектардан ондаған центнер күріш жиналды. Ол мотоцикл жүргізуді үйренді. Яғни көп нүктенің орнына Ц дыбысын жазып шығады екенбіз, иә? Ц әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жаса. Циркке цемент. Ц дауыссыз қатаң, И дауысты жіңішке, Р дауыссыз үнді, К дауыссыз қатаң, К дауыссыз қатаң, И дауысты жіңішке. Цемент дегенге де дәл осылай қайсы дауысты, қайсы дауыссыз әр әріптерін талдап, жеке-жеке жасап шығамыз. Центнер және мотоцикл деген сөзге де мысалға: центнер Ц дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке, Н дауыссыз үнді, Т дауыссыз қатаң, Н дауыссыз үнді, Е дауысты жіңішке, Р дауыссыз үнді. Мотоцикл М дауыссыз үнді, О дауысты жуан, Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, Ц дауыссыз қатаң, И дауысты жіңішке, К дауыссыз қатаң, Л дауыссыз үнді дыбыс екен, иә? Мінекей осылай осы берілген 4 сөзге дыбыстық талдауды әрқайсысын бөлек-бөлек әр дыбысқа осылай жазып айтып шығады екенбіз, иә? Енді мына ережені оқып есте сақтап алайық. Ц қатаң дауыссыз дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде кездеседі. Мысалға: цех, цемент, иә?
жаңағы өткендей цирк деген сөзде де кездеседі екен. Келесі 42-ші жаттығу. Келесі беттегі сөз жұмбақты шеш дейді. Бірінші сұрақ ата заң. Бізде ата заң конституция деп аталады. Өлшем бірлігі центнер, ц әрпінен басталатын. Сахнадағы ән би кеші концерт. Санның таңбасы цифр. Көлік түрі мотоцикл. Оқу құралы циркуль. Ойын көрсетілетін орын цирк болады. Енді осы сөздерді қатесі жазып, жазылуын есте сақтап ала ғой. Келесі сөздерді қатыстырып сөйлем құра дейді. Конституция еліміздің ата заңы деп сөйлем құрасақ болады. Бір центнерде 100 килограмм бар. Отбасымен концерт көруге бардық. Математика сабағында көп цифр жаздық. Ағам мені мотоциклге отырғызып дүкенге апарды. Циркульмен әдемі шеңберлер салдым. Жазда циркке барып, көптеген қызықтар көрдік. Мінеки әр осы жаңағы сөз жұмбақтың жауабына осындай сөйлемдер құрап шықсақ болады екен. Озат оқушым. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Комментарий бөліміне артық сөздер жазбаймыз, тек сабақ жайлы. Сабақты түсініп, өз сөзімізбен жазуға тырысамыз, көшіріп алмаймыз. Озат оқушы болуға бірге талпынайық. Сау бол.